Hayırlı gün dostlar. 42.500 tenge ötüніш тапсырдыңыздар ма? Сіздерге әлі жауабы келмей жатыр ма? Онда осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Кеттік. Достар, қазір Google-ге кіреміз біз. Google-ге кіргеннен 42.500 деп жазамыз. Енбек.kz деп жазамыз. Енбек.kz. Оны жазғаннан кейін бірінші обращение жалып тұр ғой, міне Енбек. Соған кіресіздер. Оған кіргеннен кейін сәл төмен қарай бассаңыз отправить заявку дейді. Проверить статус. Біз заявка жібердік, енді қашан түсетінін білу үшін проверить заявку дейміз. Мына өзіңіздің ин номеріңізді жазасыз. Өзіңіздің ин номерді жазасыз. Өзіңіздің ин номерін жазғаннан кейін асты жағында, арт жағында номер личности, өзіңіздің личный номеріңіз бар. Көк жалау тұр, соның жағында, оң жағыңызда, шет жағында тұрады. Сол 9 саннан тұратын цифрды осы жерге енгіземіз. Еңіз болғаннан кейін біз яғни робот деп басыңыздар. Мен робот емеспін деп басасыздар. Оны басқаннан кейін проверить дейді. Соны проверить деп басамыз. Бұл жерде міне біздікі шықты. Статус заявки, ваша заявка на автоматический анализе согласно правил назначения выплаты. Біздікі ЕЦП-да екінші шаг болып отыр екен. Өзі бар болған 4-ақ шаг. Оның екіншісіне барды. Келесі шаг 12 сағаттың ішінде өтеді дейді. Осылай көресіздер, достар. Достар, осы видео егер сіздерге көмектессе, достарыңызға таратыңыздар. Және де осы каналға жазылып алыңыздар. Өз пікірлеріңізді астына қалдыра кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше